Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай шоколадный шарики жасайтын боламыз. Бізге өрік, қара мейіз, сары мейіз, грек жаңғағы және де мед қажет болады. Мұнда финики да болса тіпті жақсы болады. Енді осының барлығын мясорубкадан өткіземіз. Болмаса блендермен де езіп алсаңыздар болады. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін. Осылай жасасаңыздар жеуге ыңғайлы, себебі мысалға бізде үйде өрік мейіздер көп желінбей қалады, сондықтан осылай істеп тастаймын, сонда тез желінетін болады. Мед саламыз, медті көп салып жібердім мына жерде мен достар, тек бір шай қасық мед салсаңыздар жарайды. Мен медті көп салып жібергендіктен кішкене қолға жабысқақ болып келді. Енді шарик жасаймыз. Мен қолымды сулап алып жасадым. Барлығынан осылай шариктарды жасап шығамыз. Сосын тоңазытқышқа қатыруға қойып қоямыз. Оған дейін шоколадымызды ертеміз. Водяная баняда ертсеңіздер де болады. Мен микроволновкада ерттім. Егер де микроволновкада ертетін болсаңыздар, 10 секунд сайын алып араластырып тұру керек. Әйтпесе шоколадымыз күйіп кетеді. Сосын бір шай қасық сұйық май құйып араластырамыз да, шарик емес қатқаннан кейін шоколадқа орап аламыз. Жартысын осылай шоколадқа орап, жартысын солай қалдырып істесеңіздер де болады. Жасалу жолы өте оңай, сондықтан жасап көріңіздер достар. Қайтадан тоңазытқышқа қойып аламыз. Дайын болды. Енді әдемілеуге мен кондуринді қолдандым. Бұл кондитерлік дүкендерде сатылады. Үстіне құттай сұйық май құйып жібереміз де, солай жаға беруге болады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментария жазуды ұмытпаңыздар достар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.